Саламатсыздар ма 11 сынып оқушылары? Толқынды қозғалыс бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың жалпы нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда басқа да нұсқалары бар, каналға өтіп қажетті нұсқаны қарасаңдар болады. Бірінші тапсырмасы төмендегі суретте микротолқынның толқын ұзындығын анықтау үшін қолданылатын құрылғы сұлбасы бейнеленген. Мінекей мұндағы суретке қараймыз. Таратушы көзден шыққан микротолқын ТП бағытында, яғни мынау бағытта металл пластинаға қарай перпендикуляр қозғалады. Тұрғын толқын ТП аралығында пайда болады. Енді бірінші тапсырмасы неліктен бұл аралықта тұрғын толқын пайда болатындығын түсіндіріп жазыңыз. Ал екінші тапсырмасы микротолқынды қабылдайтын детекторды Т және П аралығында ақырындап қозғаса, сигнал біресе күшейеді, біресе әлсірейді. Екі жақын жатқан әлсіз сигналдардың арасы 1,4 см. Микротолқынның келесі шамаларын анықтаңыз: толқын ұзындығын және жиілігін. Бірінші тапсырмасы ұзындығы тұрақты шектің бойымен таралатын толқын шекарадан шағылып және қарсы қозғалатын толқынмен интерференцияланады. Осы кезде кейбір жиіліктерде тұрғын толқын пайда болады. Тұрғын толқындардың пайда болуы резонанстық құбылыс және дененің резонанстық немесе меншікті жиіліктерінде өтеді. Ал енді екінші тапсырмасында толқын ұзындығын және жиілігін есептеуіміз қажет. Толқын ұзындығы 1,4 см, оны біз ХБЖ-ға айналдырамыз. 1,4 көбейтілген оның -2 дәрежесі метр деп аламыз. Енді жиілікті табу үшін жарықтың жылдамдығын бөлеміз толқынның ұзындығына. Жарықтың жылдамдығы ол тұрақты, өздерін білу керексіңдер. 3 көбейтілген оның 8 дәрежесіне тең. Ал толқынның ұзындығы 1,4 көбейтілген оның -2 дәрежесіне тең. Сонда біз 3-ті бөлеміз 1,4-ке 2,114 болады. Мұнда 8 дәреже бөлім тұр, мұнда -2 дәреже. Азайтқан кезде 2 минус плюс болады да, оның 10 дәрежесі болады. Сонда жауабы толқынның ұзындығы бізде 1,4 көбейтілген оның -2 дәрежесі. Ал жиілігі 2,114 көбейтілген оның 10 дәрежесі. Келесі екінші тапсырмада келесі физикалық құбылысқа анықтама беріңіз. Дифракция, яғни дифракция дегеніміз не? Соны жазамыз. Ал Б-да су бетіндегі толқынның дифракция суретін аяқтаңыз. Ал С-да Гюйгенс принципіне сүйене отырып дифракция құбылысын сипаттаңыз. Оқушылар, Б тапсырмасында су бетіндегі толқынның дифракция суретін аяқтаңыз деген екен. Мінекей осылай толықтырып аяқтаймыз. Ал енді А және С тапсырмасын түсіндіріп өтейін. Дифракция дегеніміз жарық толқындарының таралу жолындағы беттерін орағытып өту құбылысы. Гюйгенс принципіне сүйене отырып дифракцияны былай сипаттауға болады. Егер жарық толқыны саңылауға жетсе, онда саңылау шегіндегі әрбір нүкте өздігінен жаңа элементар толқындардың көзіне айналады. Бұл элементар толқындар саңылаудан шығып, кеңістіктің әртүрлі бағыттарында таралады. Нәтижесінде толқындар қайтадан бір-бірімен қосылып, жаңа толқындық фронт түзеді. Келесі үшінші тапсырмада астында аспап шегінің қозғалысы кезіндегі тұрғын толқынның пайда болуын түсіндіріп жазыңыз. Аспап шегінің қозғалысында тұрғын толқынның пайда болуы ішектің екі ұшында бекітілген болуына байланысты. Ішек тартылып тербеліс жасағанда оның бойында интерференция арқылы тұрғын толқын пайда болады. Келесі Б тапсырмасында суретте скрипканың ішегінің қозғалысы нәтижесінде пайда болған тұрғын толқын графигі бейнеленген. Жоғарыда көрсетілген суреттегі қандай әріп шоғырды көрсетеді? Мінекей Y және Z бізде шоғырды көрсетеді. Ал енді келесі тапсырмасы берілген суретті пайдалана отырып тұрғын толқын ұзындығын анықтаңыз дейді. Яғни мынау аралық бізде 320 мм-ге тең екен, және мұндағы n бізде 4-ке тең екен. Яғни 1, 2, 3, 4-ке тең. Толқынның ұзындығын табу үшін 2-ні көбейтеміз, L-ге бөлеміз n-ге. 2 көбейтілген 320 мм 640 болады, оны бөлеміз 4-ке. Сонда тең болады 160-ға.
Келесі тапсырмасы суретті толқындық машина арқылы су бетінде екі көзден алынған интерференция бейнеленген. Бірінші тапсырмасы суретті қолдана отырып толқын жылдамдығы бірдей екендігін дәлелдеуге болады. Серпімді ортаның кез келген бір нүктесінде оның бөлшектерінің тербелісін қоздырсақ, онда бөлшектер арасындағы серпімділік күшінің әсерінен бұл тербеліс осы ортадағы бөлшектердің бірінен кейін біріне белгілі бір жылдамдықпен тарайды. Енді келесі тапсырмасы суретте S1 көзінен шыққан толқын S2 көзінен шыққан толқыннан жарты толқын ұзындығына қалған нүктелерді түзу арқылы қосып X әрпімен белгілеңіз дейді. Яғни оқушылар былай қосамыз. Мына нүктелерді қосамыз және мұнда біз X әрпімен белгілеп қоямыз. Оқушылар каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.